Ассалаумағалейкум. Алейкум. Шүкір, қалай еді? Өздерін таныстырып өтсеңіздер. Облыс полиция департаментінен физиология Мұратов Жарас. Кім деген? Мұратов Жарас. Мұратов Жарас. Қала прокуратурасының бөлімі аға прокуроры Бауыржан Қуандық. Аха, Бауыржан Қуандық. Сіз? Қалай? Кім деген? Ерхан. Ерхан, не болып істейсіз қала? Қызметкер. Қандай қызметте? Қалай енді бөлімдеріңіз бар, қай бөлімнен келіп тұрсыз? Қоғамтану. Мұратбай мырза, облыс полиция департаментіне Аха. арыз түспен сіздің үстіңізде. Не деп? 11 мен 14 сәуір аралығында митинг ұйымдастыру жөнінде арыз түспен адамдар жинап. Қандай митинг? Осы Қызылорда қаласының аумағында белсенділер мен қаланың адамдар жинамақ деген арыз түспен арыз бойынша сізге мән-жайды білуге келгенбіз ғой. Заң түсіндіріп, прокуратура туралы Конституциялық заң 41-ші бап тәртібінде заң бұзушылыққа жол берілмейтін жөнінде түсіндірме жүргізуге келдік. Яғни бейбіт жиналыс ұйымдастырудың өзінің тәртібі бар. Прокуратура туралы заң 41-ші бап тәртібінде сізге келесін түсіндіремін. Яғни бейбіт жиналыс ұйымдастыру туралы заңға сәйкес жиналыс ұйымдастырудың өзінің тәртібі бар. Яғни жергілікті атқарушы органға хабарлама бере отырып алдын ала соның негізінде жиналыс ұйымдастыруға болады электронды немесе қағаз жеткізгіш арқылы қол қою арқылы. Сол бойынша сізге түсіндірмеге келіп тұр. Полиция департаментінен, қала прокуратурасынан, Қала әкімінен, қала әкімінен дәл солай. Енді сіздерге ақпарат дұрыс бермеген ғонда? Ақпарат бергенде арыз түсіп тұр ғой полиция департаментіне. Кім түсірген енді? Жазған адамның анонимный емес шығар, оны білуіміз мүмкіндік бар шығар? Иә, ол бойынша полиция департаментіне келсеңіз болады. Жоқ, мен не деп барамын мен? Мән-жайды білу үшін. Мән-жайды маған керек жоқ, мен өйткені митинг жасайын деп жатқан жоқ. Мұратбай мырза, енді осы арыз бойынша сізді көрсеткен 11 мен 14 сәуір ағымдағы жылдың осы қала аумағында белсенділер жинамақ деген арызда көрсетілген сөйтіп. Енді қай жерге жинамақ деген енді? Осы қала аумағында нақты мекен-жайын көрсетпеген. Осы бойынша енді таратыңыздар. хабарлама түсіп тұр. Дұрыс. Хабарлама түскен деген. Дұрыс. Келсем. Енді қараңыздар. Митингі деп тұрсыздар ғой сіздер. Митингі көпшілік бар жерде, площадьта бір алаңда болады. Қоғамдық орындар. Қоғамдық орындар. Бұл да ондай ойым жоқ менде. Кешіріңіздер, ондай ой болған да жоқ. Мен жасайын деп жатқан да жоқ. Ондай алаңға адам жинайын деп жатқан жоқ. Сол бойынша біз мән-жайды білуге келдік. Арыз түспесін өзіңізден біліп осындай ойыңыз бар ма? Біздің тараптан. Алаңға адам жинайын деп жатқан жоқ. Біріншіден. Болды. Сіздердің уәждеріңіз солай болып келіп тұр ғой. Алаңға адам жинайын деп жатқан жоқ. Бірақ белсенді дегенде алаң деп айтылмаған. Мұратбай мырза, сіз адам жинау 11 мен 14 сәуір аралығында адамдар қала аумағында нақты мекен-жай көрсетілмеген. Сіз жаңа айтып отырсыз ғой. Митингі деп тұрсыздар ғой енді. Дәл солай. Митингі, мен сіздерге түсіндірейін. Митингі біздің елімізде митингінің қағидасы несі бар ғой? Шығарылған. Бейбіт жиналыстар, нелер, заңдар, ол алаңда өтетін нәрсе. Жоқ, қателеспеңіз. Алаң емес, ол бейбіт жиналыс деген ол заң жиналыстар, пикеттер. Дұрыс қой енді. Дұрыс қой енді. Түсінісіп алайықшы. Митингі деген нәрсе бізде көрсетеді. Ол заңға сәйкес жүзеге асырылады. Тұратыңызшы, түсінісіп алайық та. Сіздер айтып тұрсыздар, митингі ұйымдастырайын деп жатыр екенсіз. Сіз алаңға шығайын деп жатыр екенсіз. Сондай мақсатпен келіп тұрсыз. Мұратбай мырза, митингі заң жиналыстар ұйымдастырады сіздің үстіңізден арыз түсіп тұр. Ағымдағы жылдың 11 сәуір мен 14 сәуір аралығында деп. Сол арызға сәйкес арызды көрсетпей ма енді? Соған сәйкес сіздер осы жиналыс ұйымдастырасыз ба деп өзіңізде мән-жайды білуге келіп тұрып қой. Митингі ғой. Заң жиналыстар мен митингі. Тұратыңыздар, адам, сіздер мынандай не қылмаңдар. Келісіп олайық. Түсінісіп олайық. Келіскен емес, түсінісіп олайық. Мен ешкіммен келісейін деп жатқан жоқ, түсінісіп олайық. Сіздердің түсірген адам арыз. Білмеймін, Яков кім екенін. Тырқынбаев шығады түсірген. Айтып тұрды сіздерге. Баймағамбет Мұратбай 11 мен 14 аралығында заңсыз, яғни өзінің құзыретін асыра пайдаланды деген сияқты. Білмеймін еді. Ондай құзыретін де жоқ. Митингі деп тұрсыздар. Ойыңызда бар ма жиналыс ұйымдастыру? Митингі деген нәрсе
ол алаңда болатын нәрсе. Жоқ. Ол Қателеспеңіз. митинг енді қаяқта болады? Жиналыс ұйымдастыру туралы заңға Енді бейбіт қой, енді бейбіт митингі. Алан емес, қала аумағында белгіленген жерлері бар. Егер заңға сәйкес сілтеме. Сіз айтып отырсыз ғой, алаңнан бөлек те басқа орындарда белгіленген. Жоқ, дұрыс қой, енді ол көпшілік жиналған жерде, я көшеде көпшілік жиналған жерде митингі болады. Қоғамдық орында десеңіз. Қоғамдық орында. Қоғамдық. Ондай ойым жоқ. Болды ма, Мұратбай мырза, соны біліп. Ондай ойым жоқ. Біліп кетіп жатыр сізден өзіңіз. Ондай ойым жоқ. Ал жиналыс, мән-жайды енді жиналыс ол сіздер ойлағандай емес, ол біздің өзіміздің құқымыз ғой. Бас қосып, отырып, әңгімелесіп, өзіміздің ойымызды бір-бірімізді бөлісу, ол ешқандай заңға бағынбайды. Мен үйіме шақырып аламын да. Болса енді оны сізге айтып отырған жоқпын. Жалпы қоғамдық орында. Қоғамдық орында болмаса болды ғой, Сол бойынша. Бірақ мен айтайын, бірден айтайын. Өзіміз жиналып бас қосайық деп отырмық, бірден айтайын. Себеп неге? Себеп біз Қызылорда қаласы осыдан 100 жыл бұрын Астана болған екен. Дұрыс па? Дұрыс па? Иә. Айтады ғой қазақта, 50 жылда ел жаңа, 100 жылда қазан дейді. Оны өзіміз бас қосып, мынау тарихымызды ұрпаққа көрсетпесек не ол? Болмай ма не? Жоқ, оған қарсылықтарың болса айтыңдар. Онда қарсылығымыз жоқ. Онда жиналыс болады. Тарихи жиналыс дейсіз ба, өзіңіз айтып отырсыз ба? Тарихи жиналыс болады. Тарихы деп отырсыз, ол өздеріңіздің еркілеріңіз. Жиналыс болады. Жалпы арызға сәйкес отырса, мән-жайды біліп, өзіңіздің ойыңызды біліп, одан бөлек қоғамдық орындағы жиналыстардың тәртібін түсіндіріп кетіп жатыр. Болды. Сізге сұрағымыз жоқ. Сіздер түсіндім. Түсіндіргендеріңізге рахмет, көп. Енді бірақ мен айтайын сіздерге, мен бір жаңа алаңда, я болмаса көпшілік жиналған қоғамдық жерлерде бейбіт жаңа митингі не ұйымдастырып жатқан жоқ. Бірақ енді үй жайымда отырып белсенділерді шақырып жатқаным рас, ол болады. Құдай қаласа. Ол өзіңіздің еркіңіз. Ол жаңағы тарихи жағдайда болатын нәрсе. Оған қарсымын десеңдер, өздерің білдер, онда... Сіз өз үйіңізге кім шақырсаңыз өзіңіз білеміз, ол мәселені айтып көтеріп отырған жоқ, сіз оны өзіңіз айтып отырсыз бізге. Мен шақырамын деп. Шақырамын, қоғамдық орынға қатысты айтып отырмын. Болды, қоғамдық орын. Ойыңызды білдік, түсінікті, рахмет. Бірақ жиналыс болатынын айтып қояйын, жігіттер. Жиналыс болады. Жақсы. Тамашылықта. Бүгін нешесі еді? Бүгін 9 сәуір 2025 жыл. Қалалық полициядан, прокуратурадан келіп кетті ағайындар.